Украинадан жағымды жаңалық. Украина тараптан аса жағымды жаңалық. Ресейдің танкистері, танк жүргізушілері Украинге беріліп жатыр. Қазір Ресей әскерилерінің Украинға берілетін әдіс амалдары, айла тәсілдері күннен күнге көбейіп келеді. Украин тараптың жариялаған ақпаратына қарасақ, Ресейдің бір топ танкистері, танк жүргізушілері танктың атқымасына, яғни оғатар ұңғыма түтігіне өздерінің ақжейделерін байлап алған. Бұл ақжейделері алыстан менмұндалап көрінетінде болған. Сөйткенде бұл танктер алған беттен Украин әскерилер тұрған тарапқа қарай зымырай жөнелген. Ал басқа танктер орындарында қалған. Украин тарап бұл танктегі ақжейделерге қарап, бұны ақту деп түсініп, танктерге арнайы ататын американдық қаруларды атпай, жоғарғы жақтың бұйрығын күтіп отырды. Айтса айтқандай, танктер Украин әскерилерінің бақылауындағы жерге жеткеннен кейін, ішіндегі әскерилер танктерін шығып берілген. Қолдарын көтеріп өздерінің тұтқын екендігін жариялаған. Әрине бұғанға дейін Украина тарап халықаралық медиалар арқылы және өздерінің Ресейге бағыттаған арнайы медиалар арқылы қолға түскен тұтқындарды Женева конвенциясы бойынша, Женева келісім бойынша тұтқындарды азаптамау, қорламау, ауыр еңбекке жекпеу, тиісті медициналық дәрі-дәрмекпен, көмекпен қамдау, ар-ұжданына, намысына тимеу деген баптарға келісіп отыр. Бұғанға дейін Украинға қолға түскен орыстың тұтқындары ешқандай азап көрмегенін айтуда. Және ең таңғажайып жері украиндердің орыс тіліндегі арнайы берілу деген сайты бар. Өз еркімен берілу деген сайтқа қазірге дейін 4-5 мың орыс әскерилері жеке ақпараттарын жазып, өздерінің Украин соғысында берілетіндіктерін жариялап отыр. Алды беріліп те үлгерді. Бұл әскерилер Украинмен бетпе-бет келген кез келген жағдайда сол берілу сайтындағы бәленші нөмірлі тіркелген аты жөні түген деген азамат менмін деп қолдарын көтеріп украиндарға беріліп жатыр. Бұл аса жағымды жаңалық. Енді сіздерге осы жағымды жаңалықпен бірге бүгінгі CNBC медиасындағы тағы бір ағылшынша ақпаратты жариялаймыз. Ukraine takes back dozens of annexed towns деген мақала. Бұл деген сөз Украин тырнақша ішінде аннексияланып алынған, яғни орыс тарапынан басып алынған бірнеше ондаған қалаларды қайтарып алды дейді. Takes back деген кері қайтарып алу. Dozens of деген бір дазына, бірнеше ондаған деген мағына береді. Қалаларды қайтарып алды. Putin says Zaporizhia nuclear plants belongs to Russia. Путин Запорижия атом электростанциясы Ресейге тәуелді деп мәлімдеді дейді. Енді бұл жерде мынау ақпаратты қысқаша сіздерге аударайық. Бұл CNBC-дің жаңағы берілетін ақпараты Украин күштері бүгін өздерінің алдыңғы шебінен президент Володимир Зеленский жаңағы өте көптеген алдыңғы шеп хабарлары жариялады деп мәлімдейді. Және бұнда бірнеше ондаған қала-қалашықтар украиндер кері қайтарып алды дейді. Және бірі Американың президенті осы жолғы соғыста Путин жаңағы фейк референдум арқылы Ресейге қосып алған 4 облысты мәңгі бақи мойындамайтындығы туралы Америка президенті мәлімдеме таратты. Және сонымен қатар Украинаға 625 миллион әскери көмекті беретіндігін мәлімдеді дейді. Міне, бұның барлығы Украина туралы соңғы жағымды жаңалықтар, ең соңғы жағымды жаңалық. Ал Қытай туралы айтса, Америка осы жолғы Қытайдың 20-шы құрылтайында Си Цзиньпиннің билікке қайтадан келуіне өз тарапынан ықпал еткісі келмекші сияқты. Себебі өткенде Қытайға берілетін чиптерге тыйым салғандығын айтқанбыз, микрочиптерге. Себебі микрочиптерді Қытай жасай алмайды. Қазірге дейін Тайвань, Жапон, Оңтүстік Корея және Америка жасайды. Бүкіл дүние жүзіндегі микрочиптердің денін Тайвань өндіріп отыр. Және Тайванда өте үлкен жаңағы микрочип зерттейтін орталық және өндіретін орталық бар. Америка осылардың барлығын міне Қытайға тыйым салу туралы өткеннен бері бірнеше заңдарды қабылдағанмен, жуырда егер Си Цзиньпин Қытайдың басшысы болып қайтадан заңсыз түрде 3-ші мәрте сайланатын жағдайда
бүкіл осы микрочип атаулының барлығын Қытайға басып бүтін тиятынын және қандай да бір осы микрочипке қатысты барлық өнімдерді Қытайға экспорттауға тыйым салатынын жариялап отыр. Бұның барлығы Си Цзиньпиннің айналасындағы бүкіл байлығын, бүкіл бала шағасын Еуропаға тығып жасырып отырған, Америкаға тығып жасырып отырған, бала шағасын әлдеқашан шетел асырып жүрген Қытайдың ірі коммунистерінің жүйкесіне тиетін сөз. Себебі Си Цзиньпин билікте отырды деген сөз, бұл Қытайдың ірі олигархтарының, ірі коммунистерінің, ірі басшыларының Еуропа Америкаға тыққан, офшорлық есепшоттарға тыққан триллиондаған ақшалары күйіп кетеді. Яғни олар ендігәрі Еуропа Америкамен қош айтысуға мәжбүр болады. Сондықтан Қытайда қалыптасқан коммунистік, бандиттік, ұры-қарақшы коммунистер өздерінің бейне қазақтың Назарбаев әулеті, Тоқаев әулеті сияқты шетел асырған ақшаларын олардың әулеті осы күнге дейін шетел әшкерлеп тастаса да әлі де соны елге бермей қайтармай отырған сияқты Қытайдың коммунистері де бүкіл бала шағасын шетел асырып қойды. Мысалы, Си Цзиньпиннің екі апайы, мысалы Аустралия және Канаданың азаматтары, Қытайдың ең жоғарғы 7 коммунисті, яғни саяси бюродағы 7-інің барлығы Американың, Канаданың, Аустралия, Жаңа Зеландияның және Еуропа елдерінің азаматтары, бір өзінде жаңағы 4-5 елдің азаматтығы бар коммунистердің әйелдері, балалары туралы осығанға дейін әлеуметтік желіде және шетелдің маңызды ақпарат құралдарында әлдеқашан жазылды. Бұл ешкімге құпия емес. Және Қытайдың жоғарғы лауазымды 3000 коммунистінің Еуропа Америкадағы ақшалары бүкіл Қытайдың жалпы өнімінің, яғни GDP-ның 90%-ын ұстайтындығын, яғни бүкіл Қытай халқының 1 миллиард халықтың ішпей жемей жинаған ақшасы немесе салықтан түскен ақшасының жалпы табысының 90%-ын жаңағы бірнеше жүз отбасы шетел асырып отырғанын батыс ақпараттары әлдеқашан жазған. Енді микрочип туралы жалпы бет тыйым салу мәселесі Қытай коммунистерін Си Цзиньпинді таңдау не шетелдегі ақшаларынан айырылу деген бекімге келтіріп отыр. Олар үшін әрине өздерінің ұрлап жырлаған ақшалары әлдеқайда қымбатқа тұрады. Ал Ресей жан таппаған кезде Ираннан дрондар ала бастаған. Яғни ұшқышсыз ұшақтарды Ираннан ала бастаған. Ең қызық жері Иран дрондарындағы чиптер Америка чиптері болып шыққан. Олар Иранға қалай жетті? Әлде жаңағы заңсыз тауарлар тасымалдайтын жалдаптық, контрабандалық ұйымдардың заңсыз жолдармен келді ме? Жоқ әлде Қытай алып, Қытай арқылы келді ме? Жоқ әлде олар тұрмыстық техникалардың чиптарын алып, оны дрон жасауға қолданды ма? Бұл жағы қазірше белгісіз. Ресейдің бүкіл техникалары қазір сарқылып бітті. Ескі танктерінің барлығы сарқылып бітті. Әсіресе мынау өздері қосып алған, қазір Ресейдің жаңа территориясы болып саналатын 4 облыста Ресей әскерилері Украинаның жаңа хаймаристік шабуылдарының алдында мүлде ырықсыз орында тұр. Тіпті дабыл қағылған кезде, әуеден қорғану сигнал берілген кезде Ресей әскерилері естен танатындай халге жетті. Енді бұл соғыстың соңы Элон Маск пен Трамп айтқандай шынында атом соғысына жалғасу мүмкін. Бірақ Америка тараптан егер атом соғысы болған жағдайда Ресейді жеңіл жібермейтіндігін айтылған ескертулер де бар. Ал бүгінгі Ресейдің жоғары дәрежелі мансаптыларының айтуында, егер Америка Украин соғысына киліге берсе, олар Америка жеріне төте әскери шабуыл жасайтындығын айтты. Әрине бұл бірінші рет емес. Сөйтіп Америка мен Ресей бір-біріне қоқан-лоққы жасап келе жатыр. Бірақ қашан шындайтынын әлі ешкім білмейді. Бүгінгі біздің жаңалығымыз осы. Шынында әбден ашуланған, ызаланған, тығырыққа тірелген, не істерін білмеген Путин бір күні атом бомбасын жарып жіберуі мүмкін бе? Бірақ әлеуметтік желідегі кей сарапшылардың сөзіне сенсек, тіпті кезінде Элон Масктың өзі Путинға, егер сен Украинаға бір атом бомба тастасаң, мен сенің бүкіл атом бомбалар қойылған қамбаларыңды бір-ақ сәтте жарып жіберем деп қоқан-лоққы жасаған дейді. Иә, бүкіл кеңістікті жалғыз өзі ашсалақанда жұмса жұдырығында ұстап отырған ұшырған спутниктері, яғни жасанды жер серіктерінің саны жер бетіндегі әрқандай елдің, мемлекеттің спутниктерінден де көп. Бір өзі бүкіл бір мемлекеттен қуатты болып отырған Элон Маск шынында жалғыз өзі Путинді тасталқан қыла алатын шығар. Мүмкін жалғыз өзі Ресейдегі бүкіл атом бомбасы қойылған қоймалардың тасталқанын шығара алатын шығар. Кім біліпті? Бірақ
алда не болатынын бір жаратушыдан басқа ешкім білмейді. Құтырған, есерсоқ және шовинизм мен импершілдік аурумен әбден уланған, ауырған Путиннің атомнан басқа таңдауы қалған жоқ. Былайғы әскері мүлде соғысқа жарамай қалды. Қазір қашу орыстардың бірден бір жолы болып отыр. Мәскеудегі аталмыш 4 облысты қосып алған үлкен той мұрасымында, үлкен жууда Путин мәз болып ән айтқанымен жүзінен ешқандай күлкі лебі ескен жоқ. Тіпті Путиннің қасындағы серіктерінің де жүзінен бір қуаныштың лебі ескен жоқ. Себебі олар сол облыстың ең маңызды қатынас түйінін украиндардың қайта жаулап алғанын естіп біліп отыр. Қалқынан мың жерінен жасырынғанмен ақпарат желіде есіп тарап кетті. Ал Ресей 300 мың әскер аламыз деп өздері дабыл қағып, бүкіл орта мектеп оқушыларына дейін алып, тіпті қарны салақтап кеткен кәрі шалдарды да әскерге алып, Ресей құрамындағы бұратана бодан халықтарды әскерге алып, бүкіл дүниені лаңғада қылып, бәленбай 100 мың Ресейдің азаматтары шетелге қашып, бүкіл дүние жүзін лаңғада қылып жатқан осы сәтте Украинаның қорғаныс министрлігі биыл күздегі қалыпты әскер қабылдауды тоқтататынын жариялады. Себебі Украинаның әскері қазір жеткілікті, қамбасында қаруда жеткілікті. Ал Ресейдің әскерилері мүлде тоз-тозы шыққан, тасталқан шыққан, бюрократияға әбден батқан, тіпті қару-жарақтың өзі жетіспейді, танктерінің өзі соғысқа жарамсыз. Тіпті ең озық деген танк дивизиясының өзі осы жолы украиндер тарапынан тасталқан болып, жеңіліп, тіпті жойылып жіберілді. Ал көктен және жерден бір-бірімен сәйкесіп, ұйымдасып, одақтасып жасайтын соғыстарының ішкі ақпаратына негізделгенде Ресей әскерилері бір-бірімен хабарласа да алмай қалған. Электрондық кедергі жасау толқындары арқылы Ресейдің ұшақтарының, танктерінің және басқару бөлімдерінің бір-бірімен өзара сәйкесіп жұмыс жасауына ақш-тың және Еуропаның жоғары технологтары жаңағы үлес қосып отыр. Яғни Ресейдің әскерилері Украинаның әскерилерін көре алмайды, радарлар істемейді, бір-бірімен хабарласуды тоқтаған, техникалар істен шығады, тіпті тікұшақтарына дейін бір-бірімен сөйлесу қуатынан айырылған. Ал танктері бағыт-бағдарды да көрсете алмай қалды. Тіпті Ресейдің GPS көрсететін техникаларының өзі бағыт-бағдарды көрсете алмай қалды. Көз алдарыңыз елестейік. Қазіргі заманда көлік жүргізіп жүрген азаматтардың барлығы біледі. Сізде кәдімгі Google карта, немесе Google Map, немесе Яндекс карта бар. Сіз сол өзіңіз білмейтін бір адресте сол картаға қарап, телефоныңыздан оңға бұрыл, солға бұрыл деген командамен таба аласыз. Ал Ресейдің танктері, тіпті әскери техникаларының өзі қазір оң солын айыра алмай, қайда жылжитынын біле алмай, жоғары мен төменнің байланысы үзіліп дағдарып отыр. Яғни Украинаның тұтасымен қаруланған, тұтасымен интернетпен қамдалған, жасанды жер серікпен және спутникпен қамдалып отырған, тұтасымен жасанды ақыл парасат арқылы қай жерде қанша Ресейдің әскери техникасы бар, қанша адамы бар, соғымға дейін біліп отырған батыстың алдында Ресей мүлде қауқарсыз қалды. Яғни соғыс алаңында Ресейдің бүкіл әскерилер, бүкіл техникасы құлақ естімейтін, терең көзі көрмейтін соқыр болып отыр. Тіпті олардың техникалар тек Украин тараптан жаңағы Хаймарсты шақыратын нысанаға айналып қалды. Сондықтан Ресейдің ақылды әскерилері танктерін тастап, әскери техникаларын тастап, жалма-жан дабыл қағылғанда техникасынан қашып құтылатын деңгейге жетті. Міне Ресейдің қазіргі жағдайы осы. Ресей міне осы соғыс басталудан сәл бұрын ғана әлемде дүниедегі екінші үлкен әскери империя санатын деді. Кез келген мемлекет Ресеймен сөйлескенде оны алпауыт ел деп қарайтын. Америкадан кейінгі екінші үлкен әскери күш, НАТОдан кейінгі екінші үлкен әскери күш, атом қаруының саны дүние бойынша ең көп ел деп Ресейге құрметпен қарайтын. Қазір Еуропадағы қарапайым қатардағы елдердің өзі, тіпті жан саны 7 миллион, 8 миллионнан әзер асатын Еуропаның кішкентай елдері Ресейді қалпақпен ұрып алатынына сенімді. Ал Украинаның өзі әне міне деп тәжірибеден өткен әскерилерінің санын, яғни кәсіби әскерилерінің санын 1 миллионға жеткізіп үлгерді. Украин тараптан әскери шығын өте аз, тісінен тырнағына дейін қаруланған, жоғары өредегі, жоғары осы замандық технологиямен қаруланған, жасанды ақыл парасаттың көмегіменен бүкіл қарулар автоматты істеп отырған, көктен келген зымыранды бәрін тосып отырған украиндер Ресейге қарағанда қазір әлдеқайда ырықты және қуатты тұр. Бірақ тағы бір жағымсыз хабарды соңына қосып кетейік.
Американың президенті және Американың орынбасар президенті Зеленскиймен кеше сөйлескен. Және бұл сөйлескенде не айтқандарын біз тыңдай алған жоқпыз. Бірақ бір нәрсе белгілі, Америка президентімен сөйлескеннен кейін Зеленский Киевте атом қаруынан қорғану туралы арнайы жаттығуды бастап кетті. Бүкіл Киев атомдық қарумен соққы берілген жағдайда қалай одан қорғану мәселесі бойынша тұтас халықты жаттығудан өткізді. Атом қаруы жарылған кезде жерасты үңгірлерге тығылу, қауіпсіз жерлерге тығылу, жердің астындағы бәленбай қабат радиациядан қорғайтын жерлерге тығылу, жаңағы тұмылдырық, тұмшалаушы перделерді кию, осы сияқты мәселелердің барлығы ашық түрде Киев халқына түсіндірілді. Демек, Американың президенті, әлде орынбасар президенті Зеленскийге орыстар атом қаруымен соққы жасауы мүмкін деп айтты мекен. Егер айтпаған болса, Зеленский неғып Киевте зор көлемде жаттығуды бастап кетті. Америка үнемі біздің Кремльдің ішкі жағында адамымыз бар, біз Кремльдің басқан тұрғанын біліп отырамыз деп айтады. Бұл мүмкін Путиннің шизофрендігінен пайдаланып, ол өзінің айналасына сенімсіз қарасын деп, Кремльдің саясаткерлерінің ішіне от тастау шығар. Бірақ кім біледі, шынында Америкаға жасырын жұмыс істейтін Кремльдің ішкі жағында мәлім бір саясаткер бар ма? Күндіз аузында Ресейдің шовинизмін үгіттеп, түнде Америкамен құпия сөйлесіп отыратын Кремльдік бар ма екен? Оны бір Құдай біледі. Бірақ Америка шынында бәрін біліп отыр. Тіпті Зеленскийдің өзі орыстар Украинаға шабуыл жасай алмайды дегенде, Байден орыстар тас түйін дайын тұр, соғыс ашады деген болатын. Сол кезде дүние жүзіндегі мен деген саясаткерлер орыс Украинаға шабуыл жасай алмайды деп болжам айтқан. Бәрі жеңіліп, Байден шалдың айтқаны дәл келді. Мүмкін Путиннің не істейтінін Америка білсе білетін шығар. Демек, Американың президенті мен орынбасар президенті Зеленскийге жақсы әңгіме айтпады-ау. Демек, есерсоқ Путин атомды қолдануға дайын көрінеді. Қалың елім қазағым. Орыс қалай болмасын жеңіледі. Бұлай тартса арба сынады, бұлай тартса өгіз өледі деп қазақ айтқандай, бүгінгі орыс атом соғысын ашса да тасталқан болады, атом соғысын ашпаса да тасталқан болады. Орыстың бетпердесі ашылды. Күні кеше бүкіл дүниені шошытып отырған Ресей империясы, күні кеше бүкіл дүниеге атомды үрей тудыратын Совет одағы империясы бәрі тасталқан болды. Ал міне Путиннің қолындағы Ресей тағы да тасталқан болғалы тұр. Бірінші дүниежүзілік соғыста аузы мұрны қан жоса болған Ресей патшалығы ең соңында коммунистердің билікке келуіне себеп болған болатын. 1904 жылы орыстардан аузы мұрны тасталқан болған Ресей 1905 жылғы демократиялық төңкерістің туылуына себепші болған еді. Ресей үнемі соғыста тасталқан болып жеңіліп отырады. Бірақ орыстар өздерінің орыс құлдарына, яғни табанының күші беселі орыс құлдарына, орыс ұлты, ұлы ұлт, орыстар мәңгі жеңіліп көрген жоқ дегенді сіңдіріп қойған. Орыстың өзінен арман сүйетін орыс құл қазақтар, яғни қара орыстар осы ертегіге сенеді. Бірақ орыстар тарихта тасталқан болып талай мәрте жеңілді де. Түріктен қанша жеңілді, Жапоннан қанша жеңілді, бірінші дүниежүзілік соғыста қанша мәрте жеңілді. Оның бәрін есі дұрыс шетел тілін білетін адам болса, ағылшынша Google-ден жазып іздей қалса, бәрі де тұр. Қанша 100 мың солдатынан айырылғанын, қанша халқы босып кеткенін бәрі де біледі. Сол Ресей тағы да соғыста масқара болып жеңілгелі тұр. Бірақ қалың елім қазағым, сенің қалың қалай болмақ? Мынау әскери жақтан Путинге арқа сүйеген Қаншер Назарбаевтық Тоқаевтық жүйе. Күні кеше 2022 жылдың қаңтарында қолында темірдің сынығы жоқ қарапайым қазаққа ескертусіз оғат деп бұйырған Қаншер сұмырай Тоқаевтық жүйеден қалай құтыласың? Жалғыз жолы бар, Атажұрт партиясын қолдаңыздар. Атажұрт партиясы әлемдік бет-беделге ие партия. Оны биліктің тіркемейтіндігі 99% белгілі. Бірақ билік Атажұрт партиясын экстремистік ұйым деп ешқашан жариялай алмайды. Себебі бүкіл дүние жүзіне керекті болған Қытай коммунистік партиясының Шыңжаңдағы қазақтарға, ұйғырларға, қырғыздарға, өзбек, татар, тәжікке жасаған геноцидтік зұлымдығын әлемге айпарадай ашқан бірінші ұйым
осы атажұрт болатын. Енді бұл атажұрт Қытайдың қылмысын әлемге ашып, бүкіл әлемнен Қытайға санкция салғызып, Қытайды тізе бүктіргеніндей, әлемдік бет-бедел жинағандай, бүкіл Еуропа мен Америкада, бүкіл Біріккен Ұлттар ұйымында халықаралық бет-бедел жинағандай, енді осы атажұрт, осы бет-беделін Қазақстанның ішкі саясатына кіру арқылы халыққа, қазаққа қызмет етпек. Осы бет-бедел арқылы қызмет етпек. Яғни қазақ билігі атажұрт партиясын тіркемей қояды. Бірақ біз өзімізге 1 миллион қазақты мүше қылу арқылы, олардың қолынан ресми жазбаша және видео дәлелдерді алу арқылы, оны бүкіл әлемнің алдында дәлел қылып көрсету арқылы 1 миллион мүшеміз болса да, мына сұмырай дара билеуші диктаторлық билік өтірік демократиялық бейне байқатып бізді тіркемей отыр деп әлемнің алдында Тоқаевтың, Назарбаевтың қылмысын тағы да айпарадай ашып, әлемдік қауымдастықтың қыспағы арқылы Қазақстанда демократия орнатамыз. Супер президенттік жүйені тасталқан қылып, парламенттік республикалық жүйе орнатамыз. Әрбір қазақ өз ұнатқан адамын тіке сайлайтын, әрбір қазақтың қолындағы билет алтыннан қымбат және алтыннан құнды болатын жағдайға жеткіземіз. Әрбір қазақтың баласы шыр етіп дүниеге келгенде есеп шотына миллиондаған доллар құйылатын. Қазақтың мұнайынан, газынан, алтыннан, күмісінен, уранынан түскен бүкіл жер асты байлығынан түсіп отырған табыс әрбір қазақтың азаматына тепе-тең бөліп берілетін. Мынау ұры қары қарақшылардың бүкіл шетелде асырған байлығы міндетті түрде елге қайтарылып, әрбір қазақ оның қызығын көре алатын. Әрбір қазақтың жасы өзі қалаған еуропалық және америкалық елде тегін білім алатын. Мемлекеттік байлықтың көмегімен тегін білім алатын. Әрбір қазақ дүние жүзіндегі ең озық медициналық қызметті қабылдай алатын. Және әрбір қазақ ешқандай кредитсіз бақытты баяшат өмір сүре алатын жағдайға жеткіземіз. Біз Қазақстанда нағыз, таза, адал, заң салтанат құрған мемлекеттік жүйе орнатамыз. Бейне Еуропа және Америкадағы сияқты заң қатаң түрде атқарылатын жүйені біз орната аламыз. Сол үшін біздің атажұрт партиясына мүше болыңыздар. Қазақты құтқаратын жол атажұрт партиясы. Аман сау болыңыздар. Құрметпен, Серікжан Біләшұлы.